Ассалаумағалейкум достар, қалдырыңыз қалай? Мен сол Қазақ Электр кесін Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Мен сіздерге пайдасы тиетін видео жасайын. Сіздер лайкавай деп, кайфавай деп сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Қолдап отырыңыздар. Қазақты қолдамасаңдар кімді қолдайсыздар? Достар, қараңыздар, маған қандай акцент келді. Аккумулятор өліп қала береді дейді. Өліп қала береді, мынаны қара. Мен көріп қалғасын сіздерге де пайдасы тиіп қалар деп түсіріп жатқан видеом. Енді көрейік дальше. Достар, мінекей қараңыздар. Мұнара окислитель етіп аккумулятордың үсті бізді жалпақ тілмен айтқанда боқ болып жатыр. Енді қараңыздар, мына тестердің плюсын аккумулятордың плюсіне қойдым да, аккумулятор тексереміз. 12 вольт көрсетіп тұр. Достар, енді қараңыздар, мынадан ток жүрмеу керек, мынада тап-таза болу керек. Қараңыздар, қандай ток жүріп тұр, қараңыздар. Кім ойлаған мынаны? Мысал үшін. Көрдіңіздер ме? Достар, мынаны тап-таза қылып жуып жүрейік. Бұның өзі өртке әкелу мүмкін. Әр водительдің құлағына алтын сырға. Достар, мінекей тап-таза қылып жудым. Енді қараймыз. 12 вольт көрсетіп тұр. Енді мұнда тигіземіз. Көрдіңіздер ме? Тап-таза болды. Достар, сақ жүрейік әрдайым. Осылай жүрейік. Сосын тағы бір айта кететін кеңес, достар. Әр майы қараған сайын шуптан мынандай етіп неге тигізіп қойыңыздар. Әр бір рет май алғаннан кейін 1-2 тамшы тигізіп қойсаңыздар, достар, аккумулятор нара окисление жинамайды. Ол да үлкен пайдалы. Бұл мақтаныш емес, или мен мықты білем дегенім емес. Сіздерге пайдасы тиіп қалар, сақ жүрсін деп біздің қазақ жігіттер. Байқаңыздар, әрдайым сақ жүрейік, әрдайым аккумуляторды таза ұстайық. Лайкавайды, кайфавайды, сұрақтарыңыз қоя беріңдер. Есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Баршаңызды көліктеріңіз далада қалдырмасын. Сау болыңыздар.